Бұл картинада Үштөбе қаласының теміржол станциясы бейнеленген. Вагондар өз ісіне жауапты жұмысшылар. Ал аталған туындының авторы Виктор Васильевич Мун. Жалпы ол кісі біздің осы Алматыда Корей театрында да бас суретші болып істеді. Сондағы көптеген спектакльдерді безендірді. Және 1986 жылы осы Ара Шмел сатиралық журналында бас суретшісі болып қызмет атқарған. Бұл картиналар Корей ұлт өкілдерінің Қазақстанда тұрып жатқанына 80 жыл толуына орай салынған Виктор Мунның жұмысы. Ол көрмеге менің палитрамның қайнар бұлағы, Бастөбе деген атау берген. Жалпы 2007 жылдары да бізде осы Әбілхан Қасиев атындағы өнер мұражайында Қазақстанда тұрып жатқан Корей халықтарының 70 жылдығына арналған көрмеде Көре Сарам деген көрме ашылған болатын. Енді осының жалғасы мінекей бүгінгі көрме. Мен бұл көрмеге 2 жыл дайындалдым. Біздің Корей ұлты өкілдерінің Қазақстанда тұрып жатқанына 80 жыл толды. Сондықтан осы көрме арқылы біз 80 жылда қандай жетістіктерге жеткенімізді көрсеткім келді. Көрмеге оның 80-нен аса кескіндемесі мен графикасы қойылды. Суретшінің туындыларында түрлі тақырыптар қамтылған. Картиналар өте күрделі, көп бөлігі өмірден шынайы бейнеленген сәттерге арналған. Виктор Мун қазақстандық және әлемдік сурет өнерінің дамуына үлес қосты. Оның туындыларын еліміздегі мұражайлардан, сонымен қатар Корея, ақш, Англия, Германия, Франция сынды әлем елдерінің галереяларынан кездестіруге болады.